Қайырлы таң, біз бүгін завтрак жасаймыз. Міне дәл осындай күріштің бумагасына. Күріштің бумагасы өте пайдалы. Ішінде В1, В2, В6, В9 витаминдер бар. Мінекей, жұмыртқамыз дайын. Енді оның үстіне кішкене тұз қосуға болады. Мен қара күнжіт қосам, өте пайдалы. Кішкене ғана қоссаңыздар болады, өйткені дәмін ұнатпауы мүмкін балалар. Және чия дәмі. Кішкене қосып жіберсеңіздер өте пайдалы. Чия дәмін күнделікті пайдалансаңыздар, дәл жұмыртқа балықты жеп жүргендей боласыздар. Одан кейін сыр қосып, бетін 2 минутқа жапсаңыздар жеткілікті. Ал біздің таңғы асымыз дайын. 2-ге байлан бөліп қойсаңыздар болады. Қасына қияр, қызанақ қоссаңыздар болады.